Hello dear friends. Бүгін біз сіздермен ағылшынша сандарды үйренетін боламыз. 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 пен 19 сандар арасында ағылшынша сандарды айтқанда біз сөздердің соңына тен жалғауын жалғаймыз. 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19. Бұл жерде 13 пен 15 сандарын айтқанда өзгеріске ұшырайды. Яғни 3 санын 3 деп айтсақ, 13, 13 деп өзгертіледі. Және 5, 5 болса, 15, 15 деп өзгереді. Қалғандары өзгерісі сол қалпында қалады. Тен жалғау арқылы. Қайтадан қайталайық. 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. Енді ағылшын тілінде ондықтарға ти жалғауы жалғанады. 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100, 100, 200, 200, 300, 300, 400, 400, 500, 500, 600, 600, 700, 700, 800, 800, 900, 900. 1000, 1000, яғни 1000 деген 1000 деп айтылады. 2000 деп айтсақ 2000, 3000, 3000, 4000, 4000, 5000, 5000, 6000, 6000, 7000, 7000, 8000, 8000, 9000, 9000 және 10,000, 10,000 деп айтылады. Now, examples. Мысалдарға қарайық. I have got 6 English books. Менде 6 ағылшын кітабы бар. She has got 15 yellow flowers. Оның 15 сары гүлдері бар. There are 7 days in a week. Яғни бір аптада 7 күн бар. Mike has got 9 blue balls. Майктың 9 көк доптары бар. There are 22 students in my group. Менің группамда 22 студент бар. Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын.
ұнап жатса комментарий қалдырып, лайк басып қойсаңыздар болады. Және каналыма міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар.